Өмір. Тағдыр адамнан ештеңе сұрамайды екен. Жүрегіңді сыздатып, көңіліңді мұздатып, ең қымбат, жаныңа жақын адамыңды мәңгілік мекеніне алып кете барады. Біздің Асқартау әкеміздің және аяулы анамыздың мәңгілік мекеніне аттанғанына, жүректегі сағынышқа айналғанына да жылдар толыпты. Әкеміз тірі болғанда 80 жасқа толушы еді. Әкеміз Жеңіс Смағұлұлы 1945 жылы 14 желтоқсанда Қарқаралы ауданының бұрынғы Егінді Бұлақ Арқалық ауылында дүниеге келген. Әкесі атамыз Смағұл ақсақал кезінде арабша хат таныған, көзі ашық, көкірегі ояу, парасат пайымы терең, зерделі жан болғандықтан дүниеге келген әр баласының есіміне ерекше мән берді. Ел шетіне қауіп төніп, соғыс басталған жылы 1941 жылы туған ұлына Советтер елі қалайда жеңіске жетеді деген ниетпен Советбек деп, жеңіс жылының аяғында туған баласына Жеңіс деп, одан кейін 1948 жылы туған ағамызға енді еліміздің іргесі берік болсын деп, ел аман деп, одан кейін шағын колхоздар біріктіріліп, іргелі шаруашылыққа айналған жылы туған ағамызға елдің бірлігі нығая берсін деп, бірлік есімін қойған екен. Әкеміз Жеңіс, атамыз Смағұл мен әжеміз Қауаш апаның қарапайым да жанашыр, адамгершілігі мол, айналасына өте қадірлі, кісінің көлденең жібін аттамайтын, өте адал, еңбекқор қасиетін, тәлім тәрбиесін көріп өскендіктен, жастайынан еңбек сүйгіш, зерделі де зерек болып ержетті. Мектепте алғыр, қоғамдық жұмыстарда белсенді, өнерлі бола жүріп, мектеп қабырғасында ақ, жазғы каникулда комбайншының көмекшісі болып жұмыс істеп, тыңғылықта, еңбекқорлығының арқасында 1964 жылы тың және тыңайған жерлерді игерудің 10 жылдығы мерекелік медалімен марапатталған. 11 жылдықты аяқтаған соң әскер қатарына шақырылып, сол кездегі тәртіп бойынша 3 жыл Түркістан әскери округінің орталығы Ашхабад қаласының маңында ракеталық дивизияның методист жүргізушісі болып, борышын өтеп қайтады. Жастайынан өнерге жақын, тамаша ән салатын талантымен әскер қатарында жүріп те, оның мәдени өміріне белсенді қатысады. Әкеміздің қоғамдық жұмыстарға белсене араласуы және табиғат берген таланты әскер басшыларының да назарынан тыс қалмайды. Ол полктың сабағындағы әнді бастаушы солисі болып бекітіледі. Сол кезеңде 1967 жылы Совет армиясының 50 жылдығы мерекесіне орай Ашхабадтағы офицерлер сарайында өткізілген Түркістан әскери округының қорытынды концертінде 15 ұлт өкілдерінің арасынан жеңіске жетіп, бірінші орын иеленеді. Әскерден оралғаннан кейін әкеміз 2 жылдай Арқалық орта мектебінде ұстаздық етіп, мектептің ғана емес, іргелі ауылдың өнерін өрге сүйреп, көркем өнерпаздар үйірмесіне жетекшілік етеді. Бірақ жоғары білім алсам деген көкейдегі арман көңілге маза бермей, 1970 жылы Қарағанды педагогикалық институтының музыка факультетіне оқуға түсіп, 1974 жылы ойдағыдай бітіріп шығады. Институт қабырғасында жүріп те, талантымен танылған өнерпаз, орталық шахтерлер сарайында бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан құрамында 100 шақты адамы бар хорда қазақ әндерінің жеке орындаушысы болады. Институтта білім ала жүріп, Абай елінің қызы, анамыз Бағила Сақан қызымен көңіл жарастырып, 1972 жылдың ақпан айында шаңырақ көтереді. Әкеміз бен анамыз институтта аяқтаған соң жолдамамен Егінді Бұлақ ауданының Абай совхозына келіп, ұзақ жылдар бойы
ұстаз мектеп директоры болып қызмет етеді. Оның жас ұрпаққа тәлім тәрбие, сапалы білім берудегі көп жылғы қажырлы еңбегі бағаланбай қалмады. Сол кездегі Қазақ СССР оқу министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталған және басқа да жоғарғы органдардың алғыс хаттарымен атап өтілген. Ал анамыз Бағила Абай совхозының ауруханасында зейнет жасқа дейін ұзақ жылдар медицина саласында тынбай еңбек етті. Кейінгі жылдарда Қарағанды қаласына көшіп келгеннен кейін әкеміз Жеңіс облыстық мамандандырылған дарынды балаларға арналған мұрагер мектеп-интернатында ұстаз тәрбиеші болып еңбек етті. Ол әдеттегідей өзі қызмет атқаратын ұжымдағы қоғамдық жұмыстардың бел ортасында жүрді. Қаланың қоғамдық өміріне белсене араласып, бірнеше рет әр жылдары өткізілген сайлау кезінде сайлау комиссиясының төрағасы болды. Мәнді де мағыналы ғұмыр кешкен әкеміз Жеңіс балалары мен немерелерінің қызығын енді көремін бе деген 62 жасында, ал анамыз Бағила 76 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Әкеміз бен анамыз балаларына өнегелі тәлім тәрбие, зерделі сана бере білді. Балаларының бәрі жоғары білімді, өмірден лайықты өз орындарын тапқан. Ата-анамыздың өз ұрпағына және шәкірттеріне саналы білім берген өнегелі өмір жолы осындай. Ардақты әке, аяулы ана, сіздердің жарқын бейнелеріңіз мәңгілік біздің жүрегімізден орын алды. Сіздерді әрдайым сағынышпен еске аламыз. Жатқан жерлеріңіз жайлы, топырақтарыңыз торқа болсын. Менің әкем жақсы адам еді, жақсы адам. Жақсы адамға жаза алмадым асқағы. Ол биік тау, ал мен болсам төбемін. Биік таудан әлі күнге жасқанам. Менің анам мейірімден езілген, мейіріміне жұмақ жақын сезілген. Жаратқанға жалынушы еді жарықтық, бір сәт ғайып бола қалсам көзінен. Менің әкем, менің анам, жақсы адам еді, жақсы адам. Пенде бара алмайтын ғарышта, мен осылай мұңға батып отырам. Хаттарымды жібере алмай алысқа.
алыста.